барлығыңызды. Әсіресе семейлік жерлестеріміз Түркістаннан, Батыстан, орталық Қазақстаннан келіп қолдау танытып жатқан. Осы жерге келіп кетті бірнеше азаматтар. Біреу қымыз айранын, тағы бір сәлем сауқатын әкеліп жатыр. Оның барлығы әрине мен үшін керек. Мен үшін ғана емес, халық үшін керек. Мына билікте отырған ұрылар өздері бұрышқа тықты. Біздің жеңіске жеткенімізді дәлелдеп отыр. Неге олар журналистерді, адвокаттарды, саяси белсенділерді қудалайды? Конституция бойынша, саяси көзқарасымыз бойынша бізді қудалауға олардың құқығы жоқ. Цензураға тыйым салынған, сөз бостандығы бар деп әдемі бәрін жазып қойған. Қазақстан демократиялы мемлекет деп. Ал іс жүзінде билікте ұрылар отыр. Біз жеңіске жетеміз. Мен сияқты азаматтарды қамағаны арқылы олар өздерінің әлсіздігін, қауқарсыздығын, дұрыс шешім қабылдай алмайды көрсетіп отыр. Сондықтан да мен оны тәбәріш тәкәйіп, нұр жүйе, қас жүйе деп айтамын. Олардан қорқатын ештеңесі жоқ. Бір думанды жапты, 10-ы шықты, 10-ын жабады, 100-і шығады. Ең бастысы қазақ диваннан тұру керек. Біз диваннан тұрғанда ғана, шындықты қатты беттеріне басып айтқанда ғана олар жұмыс істейді. Не оларды жұмыс істетіп көрсетуіміз керек, немесе орындарын тастап кетулері керек. Қырғыздан қай жерімізге бір емес 5 билікті ауыстырды. Қазақ момын деген сайын қой құсап үндемей бауыздалып кете бермеуіміз керек. Жылқы мінезді, қасқыр мінезді қазақ орнынан тұру керек. Біз жеңіске жетеміз тек қана диваннан тұрғанда. Мен өз басым сенемін. Сотталып кетсем де, бостандыққа шықсам да жеңіс мен жақта, яғни халық жақта. Ал мына ұры билік бәрібір кетеді. Әрқашанда бірге болайық. Кеші жарық, кешкі сарық ағайын.